Жирен айғырмен саяхат. Бисмилла. 5 сиырды алып келуге шықтық, Алла қаласа. Жолдан 3 бұқан бар дейді, Софазендада. 3 бұқа көреміз, және сиыр алып келеміз. Рахмет ауылдастарға, сиырың осында жүр. Келіп алып кетті. Сиыр бұқа көр деген қаншылық. Атпен саяхат жалғасуда. Қызылағаштың су қоймасы. Енді сайға түсіп кетеміз, көрінбей қалады. Тау әдемі көріністері бұйыртса. Кеше қар, бүгін Алланың қалауымен жоқ. Азын-аулақ қана қалған көлеңкелдей. Ассалаумалейкум қазақ елі. Кеше гені қар бар еді. Бүгін қар жоқ. Сиыр бір фазендаға кетіп қалған. Ана өз жерде кішкентай Ақтам деген ауыл. Астымда Жирен төбел. Анау Қызылағаш су қоймасы. Кешегі айтқан кезінде Қызылағаш ауылын су алып кеткен деген естіген бедіңіздер. Естисіздер де. Ол кезде біз Қытайда болатынбыз. Шетелде жүріп те естіген әңгімелер болатын. Су қоймасы жарылып, бір ауылды алып кетіпті деп. Міне жерде кішкентай Ақтамдан деген ауыл. Осы күрең төбел. Көршінің Жирен төбелін сұрап алдым. Айғыр өзінше айғыр. Осы әзір өзенге түсеміз. Анау өзеннің аяғы тосылған тоспасы, су қоймасы. Жақсы видео түсіреміз. Әрі сиыр көріп, сиырды айдап қайтайын деп, бір кісі көріпті, әлі тумапты. Далаға үйренген сиырлар негізі фазендада жүрген. Мынау жердің жебіп, көктемнің келгенін біліп, қанша жем беріп тұрсам да, шөп беріп тұрсам да даланы аңсап кетіп қалған. Бошалатта жүрген шығар, туайын деген негізі. Біреу туайын деп қалған болу керек. Күні таяп тұрған. Әне, өзенді көрсетейін, су қоймасын көрсетейін дегем. Әне жерде ұсақ түйек фазендалар бар. Біреу екеу фазенда. Өзеннен өтсек, мынау жақта 3-ші фазенда бар. Сол фазенданың жанында жүр деп бір кісі звондады, және 3 бұқан бар еді. Фазендаға келіп көріп өтсең деді. Баға келсек әрине аламыз. Бұқаға орын жоқ дей тұрған мен. Бұйыртса, берекесін алмаса даяр бұқалар бар. Тұрақты көрермендер білесіздер, қорада пышақ қылынып тұрған бұқалар даяр. Еттің бағасы жақсы болса, бүгінгі көретін бұқаның бағасы мен ойлағандай болса, бұқаны сатып жіберіп, 3 бұқаны сатып жіберіп, 3 бұқаны кіргізіп жіберуім де мүмкін. Әне мен баратын фазенда көрінді. О, таудың етегінде. Әзір біз өзеннен өтеміз. Өзеннен өткенде не көрінбей қалады. Бұйыртса. Өзеннің ішінде видеоға алуға мүмкіндік болса жалғастырамын. Аман сау болыңыздар. Видео монтаж құрастырып жасайтын шығармын. Осында 2-3 минуттан түсірдім жаңа бір-екі рет. Бұйыртса, кешкісін аман есен барсам, видеоның бас аяғын қосып, қайтадан бір видео жүктейтін болам, Алла қаласа. Ал бұйыртса, сайдың тағанына таядық. Теріскейде аздап қар бар. Қызылағаш өзенінің, Қызылағаш ауылының басындағы өзен негізі. Бұл Жоңғар Алатауынан келеді. Басшағы Қапал деген ауыл. Жолда талай кішкентай көлдерді қосылады, нелер қосылады, бұлақтар. Бұның басын негізі анық білмеймін. Негізі мына жағымыз Жоңғар Алатауы ғой. Сол Жоңғар Алатау жағынан келетін шығар деп өзім ойлаймын. Өйткені мен жергілікті адам емеспін ғой. 2017 Қытайдан көшіп келдім деп айттым. Гүлдер әдемі гүлдеген. Бұл жақ негізі қыстаулық. Оппа.
Esтеріңізде болса, осыдан 3-4 ай бұрын күздің соңғы айларында ауаның суық кездерінде мен неткем ғой. Осы өзендерді жаңа кездек бетқан 2 сиыр, 1 құнажын, 2 тайыншаны жаяу іздеп қайтқам. Анау судың суықтығы мидан өткен. Бүгін енді Алланың қалауымен тағы да сол орыннан атпен өткел жатырмын. Бұйыртса сиырым дәл сол орында жүр дейді. Сол орыннан алып қайтатын болам. Және осы фазенданың иесінің 3 бұқасын көретін болам. 2 сиыр бар дейді. Сиыр алмайтынмын енді. Бағасы келсе оны да алып тастайын ба білмеймін. Алдымен сиырды көру керек бұйыртса. Міне жерлерден өз кезінде мотомен де жүріп едік. Қалай жүргенбіз? Мотомен де жүргенбіз осы жерлермен. Так. Ол кезде мұндай тастар болмады ма? Я болса да жүрген шығармыз. Так, бисмилла. Ай, қара күзде дәл осы жерден өткен мен. Суығы мидан өткен. Қазірде енді жылқы жануар өтіп кетеді деп ойлаймын. Енді адамдар үшін жаяу кешу мұнаны деген енді қатты суық. Байқасаңыздар, су деңгейі көктем болғандығы себепті күздегіден көп міне. Күзде мұнандай көп болмайды су. Қазір атпен кешкен кезде қаншылық болады көреміз. Атпен дике саламын ежелендігінен. Яу бисмилла. Қанды өзен, қанды балақ. Бисмилла. Су кешіп көрмеген ауылдың жылқысы ғой деймін. Су кәдімгідей. Яу бисмилла. Ал жануарым жирен төбел кеттеген осылай. Шамал. Мына жақ міне орман. Өз кезінде су тасығанда мына жаққа дейін шыққан екен. Бұта бір күндер бекерге жиылмайды. Так. Өзеннен өттік, ағаш қылынып қалмайық. Бисмилля. Атқа мінбегелде көп болды. Жуас ат болса екен енді. Жуас екен негізі. Мінез көрсеткен жоқ. Опа. Ал жануарым. Ал енді. Өзеннің көрінісі. Шын жері көрге салсаң өршеленер деген. Кәне көрсет күшіңді. Жирен төбел. Мынаны көбісі енді қазақтың түс, рең туралы айтқаны. Ең көп болу керек терминдер. Мысалы мынаны басқа ұлттар қалай айтайтынын білмейміз. Мынаны біз жирен дейміз. Мынадан қызғылттың болса оны күрең дейміз. Күрең қызыл дейді, торы дейді. Дәл енді мынаны жирен төбел дейміз. Жалы ақтары болады, мынау енді аққа жатпайды. Оны ақжал күрең дейді. Бурыл дейді. Общем, қазақта рең туралы, жылқы туралы, төрттілік мал туралы термин. Жер бетіндегі адамзат бойынша нөмірі 1 деп ойлаймын. Анау жерде біздің көршінің фазендасы. Үйі маған ірге тиіп тұрған көршім. Көрсете кетейін. Былтыргене салынған фазенда. Қыстау. Мына жақта көне не бар. Енді телефон төг құрып қалмасын. Керек болады. Әзір фазендаға таяғанда тағысы бұрынғы жол жаяу жүрген. Сиыр айдаған. Телефонда қалған құтқан видео, фотосы болса бұйыртса саламын. Әне. Анау фазенда көршінің. Әне. Фазендамыз көрінді. Жануарым жүргісі екен. Қамшым да жоқ, қамшы да баспайым. Тәңкіше тартып келеді. Ырзам, кісінің аты шапқылаған жоқ. Қызылмайғы обалды қылуға болмайды дедімде. Өз еркіне қойдым. Тебініп те көргем жоқ. Жануар қырза болдым, көз тимесін. Осындай ат жақсы. Алдыда бір ат мінгем. Ол атты өзім көтеріп бар жүргендей болғам ғой енді ол. Мынау енді жастығы, күйінің жақсылығы, айғырлығы ол керек енді ол атты айғыр бірақ. Общем, одан менің жүрісім тез кешегі.
жүрмейді де ғой. Сабап, тебініп шаршап кеткем. Мынау енді бүгін тәлейіме бұйырды. Шүкір Аллаға. Көктемнің алғашқы күндері, жаңа жылымыздың бүгін рас. Сара қызымның туылған күні. Сара қызым бүгін бұйыртса 5 жасқа толды. Кеше қалаға туысқандардың үйіне жібергенбіз. Бала шағам бүгін қалада ойнап жүр. Мен қайтқанша олар да қайтып қалар. Бұйыртса сиырын тауып айдап апарып, бала шағамызбен мәреде сәре боп туылған күн тойлаймыз, Алла қаласа. Басты сиыр әйтеу табылды деді ғой, осы жақта деді. Так, енді фазендіге барып кісіге кигізігіп кісіні ертіп алып, өзімнің сиырым, жаңағы сиырдың бәрін көріп, осы жолдармен айдап қайтамыз. Жақсы, телефонның төгі аз. Телефонға бізге одай қажет. Бісміллә, сиыр табылды қос ағаштың түбінен. Ана ағаштың жуандығы міне. Атты адам түбінде түкте болмай тұр. Негізі екі ағаш екен, арғы біреу құлаған. Не ағаш мынау аға? Жоқ, көктерек, көктерек міне. Ірілігін көрдіңіздер, аға барғанда жанында атымен кішкентай оқ балды. Бастауы бар, содан су ішкен екен. Хайуандар тауып қайттық бұйыртса. Мұнда жұрт болған ғой дейм, а? Қора болыпты, кәдімгідей жұрт болыпты жерде. Ал, бұйыртса таптық. Мынау туды мекенсем, тумаған әлі 4-5 күні бар секілді, желіні тәуір толған. Мына жолмен енді біраз жер басып барамыз. Біздің ауыл негізі анау жақта ғой, Қарылтаудың етегінде. Бірақ жолмен жүруіміз керек. Мына жақта жүр екен. Ана жерге апарып суардық. Жаңа кісінің сиыр бұқасын көрдік. Бұқалар енді кішкентай. Ақ бұзауымнан да кішкене десем болады. Осындай бар, бірақ арғы екен. Еркек анаған жетпейді енді. Олар не дегенмен жем жеп тұрды ғой. Жаман емес. Сол, рахмет ол кісіге де. Сиыр таптым деп звондап келіп, бұқамды көріп кетті дегені қаншылық, Алла разы болсын. Жирен төбелге рахмет. Үйді аңсап та тұрған жоқ бұлар. Қыстай жем жеді. Мал деген сол. Мына жаққа қарай барғысы келіп тұр. Былтыр да осы жақтан алып келгем негізі. Былтыр бірақ жаяу едім. Аман сау болыңыздар, төг аз қалды. В общем, бұқалар менің анау ақ бұзауымда екен ұрғашы, бірақ одан арық. Мына үлкен ұрғаштан шыға жетпейді. Сонымен келісе алмадық енді. Бірақ мен өз бағамды айтып кеттім. Кісі үй алмайтындай. Жақсы баға бердім деп ойлаймын. Сол. Қайтып келем. Бұйыртса енді мына бұзау. Мына ұрғашы бұзау. Мынаның баласы. Осы аман болса, биыл енді ерте шыбжыңдап қашып кетіп, қатып қалмаса, осыны тәрбиелесе чемпион туады ғой. Ірі бұзау ғой. Кәдімгідей ірі бұзау. Бір жас болғанда. Былтыр күздегі қыстаулық. Былтыр күздегі сиырлар тағы да сол жаққа қашып кетті, қыстай баққан. Мына өзі туайын деп жүр, осы атаман туғалы жүріп осы жаққа қашып кеткен ғой. Қайтадан айдап барам үйге. Бұйыртса қыстай бақтым, жем бердім. Бәрі бір хайуан даланы аңсайды, дала малы деген. Ат үстінде бір күн саяхат болды бұйырса, шаппалыққа келдік, ауылға да таядық.
Екі тайынша, бір құнажын, екі сиыр. Әулиекөл, Алатау деген парада. Шинжан қоңыр. Әулиекөл. Орауыз Саржон. Шинжан қоңыр, біздің жақта Алатау дейді. Анау әппақ сендерде шәләләй дей ма? Шәрле деп жүрген. Бізде Әулиекөл дейді. Негізі Қытайдағы парадонмен осы жақтағы неме Қытайдың нәсілі мен осы жақтың нәсілі жер дүзілісі бәрі қарайлас, бір ендік, бір бойлықта. Жылқылар ауылдың. Анау қарай өтқан егістік жер жыртып тастаған. Мына жер шабындық, ар жақта сиыр жатыр. Ауылымызға таяқ қалдық. Ауылымыздың көрінісі. Ешкі өлмес деген тау. Біздің барлық деген тау секілді. Ақбөлдеудің жанында. Анау жақта Ақын Сара мен Біржан Сал айтысқан жер бар. Сол жерде ескерткіш бар. Айғырым, кісіне бедің ғой жаңа. Кісіне сенші. Айғыр болсаң өзіңе, айғыр көзіңе. Сен кісіне дегенде видео қалып жатырым. Кісіне сенші, арқырасаншы. Өй! Жаман айғыр. Арқырамадың ғой. Насырлар туайын деп жүрмін екеу буасы. Арқырасаншы. Айғыр құсам. Айғырым арқырап. Сиырым дүркіреп келеді десең, арқыра, өй! Ойна. Ойнамайсың ба? Жануар. Арқыра, ойнамайсың ба? Айғыр болғасын. Шығар өнеріңді. Әне құстар балшықшы, қызғыш деген құстар болшыды ғой. Ал бүгін бір пұңйычар толтырайын. Әне қызғыштар тартайын деген алыста кетіп қалды. Айғырым арқырамай қалдың, Анау жақта да сиыр қайтып барады. Өрістен. Арқырасаңшы, жаным, арқыра. Айғыр оқсап арқыра. Әне қызғыштар нені көрінді ме екен? Ау, қызғыш құс дегендегі.